Үшінші тәжірибе. Нәруыздарды концентрацияланған минералды қышқылдармен тұндыру. Қажетті құрал жабдықтар. Қауіпсіздік үшін бұл тәжірибе міндетті түрде тартпа шкафта ақ халатпен, қолғаппен, арнайы көзілдірікпен жасалынады. Зерттеу барысында бізге концентрленген күкірт қышқылы, жұмыртқа альбумині, сынауықтар, тамшуырлар, штатив, pH датчигі, жарық датчигі қажет болады. Тәжірибені бастамас бұрын тартпа шкафтың қосылып тұрғанына көз жеткізіп аламыз. Ары қарай жұмыс барысына кірісеміз. Алдымен концентрленген күкірт қышқылынан алып 1 мл-ді біздің сынауығымызға ақырындап құямыз. Одан кейін осы күкірт қышқылының үстіне жұмыртқа альбуминінен де сондай 1 мл-ін ақырындап тамызатын боламыз. Бұл тамызған сәттен бастап секундомер қосамыз. Яғни ақ сақина түзілгенін, қанша уақытта пайда болғанын білу үшін. Күтеміз. Тәжірибенің келесі қадамында біз pH датчигі арқылы ерітіндінің pH-ын өлшейміз. Ол үшін сынауыққа pH датчигін саламыз. Енді экранға назар аударамыз. Зерттеу жұмысы нәтижесінде ерітіндіде ақ сақина пайда болды, тұнба жойылмады. Яғни нәруыздың құрамындағы карбоксил топтарының протондарының зарядтары өзгеріске ұшырады, иондық байланыстар үзілді, полипептидтік байланыстарға да әсер ете отырып, нәруыздардың 4-ші, 3-ші, 2-ші, тіпті 1-ші реттік құрылымына дейін өзгеріп, қайтымсыз денатурация процесі жүзеге асты.